Аспан жеті арнасы 18 желтоқсан дүйсенбі күніне арналған әлемдегі табиғат апаттары мен оқыс оқиғалар топтамасын ұсынады. Испанияның оңтүстігінде Малуга провинциясында екі жолаушылар пойызы қақтығысып апат болды. Инцидент жергілікті уақыт бойынша кешкі 8:30-да болған. Севилья, Малуга және Малуга-Севилья бағытында пойыздардың қақтығысуынан 13 адам зардап шеккен. Олардың 3-і бала. Екі пойызда жалпы саны 253 адам болған. Жолаушылардың бақытына орай аударылған бір вагон бос болған екен. Түркия жағалауында 4,1 балдық бірнеше жер сілкінісі болды. Түркия төтенше жағдайлар қызметінің хабарлауынша, алғашқы дүмпу Стамбулдың оңтүстігінде Ялова провинциясында болған. Ал содан соң Ченерджик қаласынан 8 км жерде және эпицентрі Стамбулдан 20 км қашықтықта 14 км тереңдікте тағы дүмпу болған. Қала тұрғындарына әртүрлі аудандарға бұл сілкініс сезілген. Ғимараттарға зақым келмеген. Стамбулдағы соңғы жер сілкінісі 2 апта бұрын 4 желтоқсан күні тіркелген. Ол кезде қаланың батыс аудандары дүмпуді қатты сезген болатын. Австралияда Квинслендте рекордты деңгейде су тасқыны болып жатыр. Осы өңірдің кей аудандарында соңғы бір тәулікте 500 мм жауын шашын жауған. Премьер-министр Нью Квинслендте болып жатқан оқиғаны төтенше жағдай деп жариялады. Циклон әсерінен 40 мыңнан астам адам жарықсыз қалды. Джаспер циклоны әсерінен әуежай жұмысын тоқтатты. Ал жолдар су тасқынынан соң жабылды. Өзендегі су деңгейі көтеріліп, елді мекендер мен егін алқаптарына жайылуда. Бұл су деңгейі 1977 жылғы наурыз айында тіркелген рекордты жаңартып отыр. Метеорологтар нөсер жауын сейсенбі күні тоқтайды деп сендіруде. Қытайдың солтүстік бөлігінде күн суытып, қар боратып, елді мекендерді қарға көміп тастады. Шанси провинциясында жолдар жабылған. Қар тазалау жұмыстары үздіксіз жүргізілуде. Шандунь провинциясында шаруалар өз агротехникасы мен қар тазалаушыларға көмек көрсетіп жатыр. Дәл осы өңірде ең көп мөлшердегі қар жауған. Волонтерлер мен құтқарушылар жұмысы қызған. Ал ел астанасы Бейжіңде қауіптіліктің сары деңгейі жарияланды. Үндістанның Тамилнад провинциясында нөсер жауын соңы су тасқынына ұласқан. Жергілікті билік төтенше жағдай жариялап, барлық жұмыс тоқтатылды. 18 желтоқсан демалыс күн деп белгіленді. Жеке мемлекеттің сектордағы барлық қызмет тоқтатылған. Адамдар қауіпсіздік талаптары бойынша үйлерінде қалуға тиіс. Соңғы 15 сағатта 600 мм жауын шашын жауған. Ал бұл осы өлке үшін шамамен жылдық норма болып саналады. Елдің басқа өңірлерінен мемлекеттік құтқару қызметі келіп, адамдарды құтқару эвакуациялау жұмыстарын жүргізуде. Белгісіз адам көлігімен Америка Құрама Штаттары президенті Байденнің кортежімен қақтығысқан. Бұл жол көлік оқиғасы Американың Деливер штатында болған. Ол жерде президент әйелімен демалуға барған екен. Деливер штатында Уилмингтон қаласында президент автоколоннасының бір жол талғамайтын көлігін белгісіз адам келіп өз көлігімен соққан. Президенттің күзет қызметі жылдам әрекет етіп, жол көлік оқиғасына кінәлі азаматқа қару кезенген. Кешкі сағат 8-де болған оқиғадан президент зардап шеккен жоқ. Якутияда бұғыларды автобусқа отырғызған видео желіде желдей есуде. Бұғылар ережесі бойынша автобустың артқы есігінен кіріп жатыр. Бұл көрініске таң қалған желі қолданушылары түрлі пікір қалдыруда. Ал бұл туралы сіз не ойлайсыз? Ал енді өзіміздің табиғат жағдайымыз жайлы. Астанадан 180 км қашықтықта Ақмола облысының Ерейментау ауданында орналасқан қызғылт түсті Көбейтұз көлі адамдардың табиғатқа деген селқостығынан зардап шегуде. Көбейтұз бұл қызыл судан, яғни қар суынан жиналған көл. Кей жылдары тартылып кетеді. Суы өте тұзды, балық жоқ. Жауын шашынды болған жылдары суы қызғылт түске боялып, кім-кімді болсын таң-тамаша етеді. Әлеуметтік желіде Көбейтұз көлінің суреттері көптеп таралғаны себептен мұнда келушілердің саны артқан. Олар өздерін тым салақ ұстайды дейді табиғат сақшылары. Көліктермен көлге кіріп, қызғылт суда қымбат көлікпен тек мақтану үшін ғана суретке түседі екен. Соның салдарынан көл жағалауы бүлінген. Одан бөлек соңында қоқыстар қалдырып, экожүйеге кері әсер етуде. Кей адамдар бұл суды қасиетті, ал енді бірі судың және тұздық емдік қасиеті бар деген қауесетке сеніп су мен тұзды алып кетуді әдетке айналдырған. Бұл жерден су мен тұзды әкетуге тыйым салынған. Мамандар бұл жай ғана тұзды су екенін айтуда. Күнделікті табиғаттың
Алапат ашу ызасына қарамастан, адамдар өздерін бұл көгілдір планетаның қожайыны деп санауын қояр емес. Аспан 7 арнасының күнделікті әлемдік жаңалықтар топтамасын жіберіп алмаңыз. Видеоға лайк басып, арнамызға тіркеліңіз. 7 қат аспан астындағы айтулы оқиғалары Аспан 7 арнасында.